Мен салып жатқанымды түсініп жатсың ба? Кішкене түсініп жатырмын. Онда мен кішкене бояй салайын. Кішкене түсініп келеді. Мен басында кішкене түсінбеп едім. Так, енді болған сияқты басқа үшін салып жүрмеймін. Ой, хей, барлығыңа сәлемдермен бүгін. Мен Vlog және менің қасымда блогерейско. Иә, достар, бүгін біз жабық көзбен затты сал челлендж түсіретін боламыз. Біз алдыңғы видеода жабық көзбен затты атта челлендж түсірген болатынбыз. Иә, ол видеода жетілей жиналыпты. Достар, продолжение күтіңіздер. Бүгін біз сіздерге жаңа бір видео түсірейін деп шештік. Бұл челленджде осы айтылады. Бұл челлендждің ережесін барлығын блогерско түсіндірген. Бізде осында екі ақпарат бар. Осы екі ақпаратқа біз сурет салатын боламыз. Егер суретті тапсақ бір балл, суретті тапсақ балл бермейді. Иә, достар. Барлығы сіздерге түсінікті шығар ойлаймыз. Алдыңғы видеодағы дәл осы маскамызбен бетімізді жабатын боламыз. Бұл, достар, айындамаңыздар, қолданылмаған маска жаңадан тігілген. Осы видеоға арнайы тіктіріп алдық видеолерге. Иә, ендеше барлығы түсінікті шығар деп ойлаймын. Видеомызды бастайық. Кеттік. Міне, достар, мен қазір өзімнің көзін жабайын жатырмын. Міне, жаңағы жабатын көзімізді. Блогерско қайда десеңдер, ол камераның артында отыр. Міне, мен, достар, камераның артында отырмын. Иә, достар, мен ендеше тағайын. Мен тақтым, достар. Және қазір мен ойландым не салатынымды, енді қазір мен салатын болам. Так, достар, сіздерге барлығы көрініп тұрған деп ойлаймын. Көрініп жатса, менімен бірге тауып көріңіздер. Так, мен қазір. Достар, комментарийға Vlog TV не салып жатқанын тауып көріңіздер. Иә, достар, біз қазір барлығын ұқсат салуға тырысамыз, және кішкене ұзақ салуымыз мүмкін. Так, мен былай салайын. Так, осылай. Потом осылай. Осылай. Так, сосын мына жерден былай бұрайық. Сосын былай. Так, болды. Енді қазір мен ана жерін салайын, достар, былай. Сосын. Мен түсіндім, достар, бірақ бұның бөлшектері енді Vlog TV өзі тапсын, бөлшектерінің не болған. Бөлшектері жан-жақ шашылып кетті, бірақ мен түсіндім. Мына жерін салған кезде, мен дәл осы жерін мен мыналар арқылы түсіндім. Так, енді қазір аяғына да конца апарайын да. Потом мына жерге бүйтіп салып қояйын да, сосын бүйтіп апарайын. Сосын мына жерден андай болсын. Так, потом мына жеріне алып барайық да, бүйтейік та. Сосын дей салайық. Мен негізі болған сияқтымын. Жоқта тұр, болған жоқ. Көзіңді ашып, болған соң қарап көр. Так, мен болдым. Иә. Қара, сен не салдың? Достар, сіздер не екенін тапсаңыздар, онда комментарийға жазып кетейік. Иә, достарым, бұл блогерско не екенін таппын ба? Яғни бұл домбыра. Достар, қазір мен камераға көрсетіп көрейін, блогерско көрініп тұр ма? Міне, достар. Иә, достар, міне мұны домбыраға ұқсаса, достар, бұл бөлшектері әр жерде шашылып қалған. Например, мынау жаңағы шанағы, мынау нелері, пернелері, мынау жаңағы несі. Достар, қараңыз, ішегін қай жерге салып қойған. Достар, осымен бітті. Блогерскоға 1 балл. Ендеше біз блогерсконың затына кеттік. Достар, біз үйге қаралдық. Қазір мен де осы маскамен көзімді жабайын деп жатырмын. Қазір көзімізді жауып. Достар, мен камераның артында отырмын блогерско секілді. Мен де қазір табатын болам. Ендеше блогерско суретін салып баса берсең болады. Давай бастайық. Қазір шамал былай ғой, камера көрініп тұрсын. Міне, өзіңе де ыңғайлы шығар деп ойлаймын. Болды, сала берсең болады. Да, енді, достар, біз қазір не істеуді бастайық, отгадать етуді. Так. Мен негізі түсініп келе жатырмын. Не екенін, кім екенін. Қалай четкі саласың? Достар, мен сіздерге қазір суретін көрсетемін. Болды ма? Достар, бұл өте күлкілі. Достар, бұл бізде адам. Кім бұл? Адам. YouTube. Мен Vlog TV'мін. Мен Vlog TV'мін. Мен YouTube'да жаңаны таныдым. Мен, достар, адам. Кішкене подсказка бердіңіз, YouTube салып қой. Қалай сүйген адамым. YouTube басшысын шықты, достар. Хотя бы бұл домбырадан да жақсы шығар.
Иә достар, домбырадан чізесі жақсы деп ойлаймын. Достар, сосын комментарийға кімнің суреті жақсы шықты, соны жазып кетейік. Иә достар. Ендеше қазір мен раундыма кеттік. Бізді жабайық. Қазір достар влог туралы сурет салады. Соны Подсказка. Камера көрініп тұрмақ пе? көрініп тұр, сала берсем болады. Ендеше бастайық. Так. Былай. Так. Сосын былай. Достар, бұл өте оңай зат. Мен бірақ салуға шештім. Бекіндім. Так, былай саламыз. Достар, бұл кім? Соның барлығын комментария жазып кетіңіздер. Мен кішкене түсініп келе жатырмын. Ана домалақты салған кезде кішкене түсініп қалдым. Қазір. Так, сосын қазір мен былай Достар, сіздерге көрінбеуі мүмкін, бірақ маған көрініп тұр, сол үшін мен кішкене күліп тұрмын. Так, бұл не болды? Так, мынау не болды? Так, қазір былай салайық, сосын шашы болсын, ұзын шаш. Ұзын шаш дегенде түсінген шығарсыздар. Так, негізі Бұл ма? негізі болдым, иә. Мен бұл не екенін нагадать еттім, достар. Қазір сіздерге көрсетейін шыққанын. Иә. Мен достар, бұл бізде мынандай шықты, қазір мен былай бұлайын. Міне, қараңыздар. Енді блогеріс көсен тауып көр. Бұл достар бізде джип, дұрыс па? Негізі дұрыс емес. Тағы да 2 попыткаң қалды. Не болды достардан? Негізі джип екені почти дұрыс, бірақ ол ондай джип емес. Хаммер? Почти. Жоқ, бұл қара, мыналар не деп ойлайсың? Міне, мынау. Білмеймін. Мынау қолы аяғы бар да, сонда керек мынандай басы бар. Мынаның шашы бар, сосын стрелка көрсетіліп тұр. Ойыншық жеп? Дұрыс емес. Не болды? Ойыншық Гелендваген. Ойыншық Гелендваген. Өйткені мен әдейі квадратный қылып салдым, әйтпесе мен достар нәжірленің былай салатын джиптерді ұқсатып. Мен әдейі осылай Гелендвагенге ұқсасын деп, гелікке ұқсасын деп, осылай 4-5 қылып салдым. Ендеше біз соңғы затқа кеттік. Жерде қаралдық, қазір мен зат салам. Давай баста. Ага. Дальше. Ага. Кішкене түсінікті қылып салсайшы. Ага. Так. Қазір мен бұл түсінікті болсын, мына жерге кішкене бір нәрсе салып қояйын. Так. Түсініксіз. Негізі мен түсіндім достар, өйткені бізде мына жерде қараңыздар. Мынау 2 доңғалағы бар, то есть 4 доңғалақ, өйткені біз бірінші жағына ғана салып жатырық. Бұл достар негізі менде бар зат, бірақ қазір жоқ, өйткені оны мен бер жүрген болатынмын, скоро қайтадан аламын. Не деп ойлайсың? Достар, мынау мен ойымша менде бар зат, бұл жасыл түсті скейтборд. Скейтборд емес па не? Скейтборд емес. Татар, онда не бол мынау? Подсказка бола ма? Подсказка. Жоқ, сен подсказка бұл не сияқты деген сияқты несейші? Не сияқты? Тірі ма, өлі ма? Өлі емес. Так. Достар, мен блогерскі мынаны босқа салды деп ойлаймын, өйткені маған вообще түсініксіз қалды. Ал мынауы енді түсінікті. Қазір бұл жануарға ұқсайды. Итке немесе мысыққа.
Бұл менің ойымша мысық? Жоқ. Жануар ма? Кем? Ит. Бірақ бұл қандай ит? Сосиска. Дұрыс. Достар. Астынан мынаны салған не деп ойлайсың? Сосиска ба? Достар, міне қараңыздар сонда. Бұл биткен сосискада бөлінген, Жоқ, ана сосискалар болды ғой, бір-біріне қосылып тұратын ше. Сондай сосискалар салған ғой. Шұжық шақырды. Ендеше біздің видеомызды аяқтаймыз. Кеттік. Мінекей достар, бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Егер де бұл видео сіздерге ұнап жатса, онда лайктарыңызды басып арнауыңызды ұмытпаймыз. Және де блогерск арнасы және менің инстаграм парақшам сілтемесі астында болады. Ол жаққа даже екеуміздің де оның ислам блогерскінің ютубына және ютуб каналына менің инстаграм парақшама жазылуын ұмытпайық. Мына жақтағы бүгінгі салған суреттерімізді кім анық көргісі келеді және соларды менің парақшамда көргісі келеді, сол достар описаниемен өтсе, дәл осы суреттерге арналған суреттерге түседі, сілтемесін қалдыратын боламын. Сіздермен болған мен Влогтой және менің қасымда блогериска. Келесі кездескенше сау болыңыздар.